Тәуелсіздігімізге 31 жылда толып қалыпты. Осы уақытта еліміз көптеген жетістіктерге жетті. Тәрбие тау бесіктен басталады. Сондықтан да біз балаларды отансүйгіштікке, елжандылыққа тәрбиелеуіміз керек. Осы орайда 46-шы орта мектепте аянып жатқан жоқ. 46-шы орта мектеп нағыз патриоттарды тәрбиелеуде қандай жұмыстар атқарып жатыр? Мектеп қабырғасында оқушыларды тарихымен таныстыру қарқынды түрде жүріп жатыр. Ұстаздар ұжымынан құрылған театр түрлі қойылымдар арқылы балалардың тарихқа деген құштарлығын ашып, бойларына отансүйгіштік қасиетін сіңіруде. Жөнсіз, бірі биік өрге тартса, бірі қайын берге тартса, бірі ойпат жерге тартса, күніміз түн, түніміз түнек болмай ма? Егемендік жылдарында жалпы Қазақстан тарихында жеткен жетістіктеріміз аз емес. 90-шы жылдардың басындағы білім саласы мен қазіргі 21-ші ғасырдағы білім саласының арасы жер мен көк. Әрине қазір цифрлы дәуір, соған қарай бет бұрып келе жатыр. Оқушылар да осыған қарай талпынуда, мұғалімдер де өз білімдерін әрдайым заман ағымына сай заманауи білім беру жүйесін қолдауда, соған талпынуда. Кітап алтын қазына демекші, жеткіншектердің ой-өрісін кітап арқылы кеңейтіп, білімде де зерек оқушы тәрбиелеу бұл мектептің бас мақсаттарының бірі. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында біздің оқушылар көптеген кітаптар оқыды. Біз тек өз ақын жазушыларымыздың ғана емес, басқа да шетел жазушыларының кітаптарын оқуға тиістіміз. Еліміздің ертеңі тәуелсіз еркін болу үшін біз білімді жастар болуымыз керек. Мектеп табалдырығын енді ғана аттаған бірінші сынып оқушылары болашақ Қазақстанды қалай елестететінін бір сөзбен сипаттап берді. Әр бала өз қиялына байланысты әртүрлі жауап берді. Бір анығы, үлкеннің де, кішінің де, жастың да, кәрінің де тілегі бір. Ол